Баяғыда бір патшаның ақылды уәзірі болыпты. Сол уәзір қызметінде сыйлы, тұрмыста дәулетті екен. Ылғи да мұқтаждарға ақша қарыз береді екен. Бұл қарызды патша дүние салған күні қайтарасың деп пысықтап қояды екен. Сол өңірде оған қарыз адамдар аз болмапты. Уәзірдің елге жиі айтатын әлгі сөзі бір күні патшаның құлағына тиеді. Қасындағы сенімді қызметшісінің бұл тірлігіне түсінбей, әрі қатты ашуланып, оны шақыртып алып, «Сенің елге айтып жүргенің не сөз? Менің құтыла алмай жүрсің бе?» деп дүрсе қоя береді. Уәзір еш шашпастан, «Тақсыр, бәрі де сізді жақсы көргендіктен, сіздің амандығыңызды тілегендіктен ғой», дейді. «Сөйтіп те амандық тілей ме? Адам қарызды қай жетіскеннен алады дейсіз? Қарыз күліп барып, жылап қайтпаушы ме? Ешкімнің де қалтасында дайын ақшасы жүрген жоқ. Сұрай қалсаң, бәрі де қиналып қалайын деп тұр. Сондықтан барлығы да сіздің тірі бола тұрғаныңызды тілейтін болады. Өзіңіз білесіз, көп тілегі көл деген. Сіздің амандығыңызды тілеп жүрген адамдардың көбірек болғаны жақсы емес пе?» деген екен әр нәрсені арыдан ойлайтын ақылды уәзір.